Не масқара? Мынау қанша тастай салса қайтеді екен, а? Ай, Құдай, көз көрмей ма? Енді қайтемін, мына жерге жазып қойайын онда. Сен де жаттың бесікте, мен де жаттым бесікте. Айналаңды шарша бермей дәлдеп таста бесікке. Бесік көрмедіңдер, ай. Дороги, қанша жол, жол. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум. Қалайсың, балам? Бар жақсы, ата. Өзіңіз қалайсыз? Өлесің ба? Не мынаның ба? Нормаль. Өстіп жүріп, белден қаласың. Ой, көке, белден қалсақ қалады, елден қалмасақ болды ғой. Елден қалмаймын деп жүргенде, тізеден қаларсың бұл. Ой, көке, ақша бар. Емделіп аламыз. Ақша бар деп жүріп, бір күні қар тайғанда. Ау, елейсіз? Апарып тастап келші. Жарай, қай өте ержан, келе жаттың. Аш бол тезінен. Өстіп жүріп, қар таясың. Ауру шал кімге керек? Кетіпті ғой амортизаторымызда. Бар жеріне ғой, қалайсыздар? Әлі оны сапару керек. Бала шағаның сәлдегі бар. Ақша, жұмыс керек дейміз. Жотам, өзіңізде қалай? Бір күн деймін, балам. Мен де тұра бермеймін, жүре бермеймін. Мен де кетем ғой. Бұйырса өлесіз ғой. Құдай сақтай. Мен байымын деп жатыр. Өстіп жүре бермеймін ғой мен. Кетем мен байсам. Қайда? Қазір ойланып тұр. Бірінші ойым Бразилияға кетсем екен, а? Әлде Испанияға барсам екен. Туған жерге деген жаланы жоқ па не? Африкаға. Испанияға барам. Тап-таза қала дейді ғой, е? Тап-таза. Тазалық деген солар дейді. Бүйтіп қоқысты да көп шашпайды. Сөйтіп. Темекіні де көп шекпейді екен олар. Өзіне зияны бар екесін болған соң ішпейді емес па? Мен Германияға барсам жұмысым жеңілдеуші. Қоқысты аламын, машинаға саламын. Мен байсам, сен де құрға алмайсың мен. Ой, қойшей. Саған бір сары гамаза беріп қоямын. Күндіз сумка тасисың, кешке құм тасисың. Сөйтіп сен де байып шығасың. Бірақ сен байып кетсең бар ғой, менсінбей қоясың, Сондықтан әлі ойланамын, әперейін ба, әпермейін ба. Кола, фанта, минералка, пирожки. Пирожки алсаң қосып берем жүннәски. Путь, алсаң болмайсың енсін. Қаламқас деймін да, сен бір түрлі заттар сатасың е? Неге? Инсульт қапырттың қандай қатысы бар? Реклама ғой. Қазірше, обычный заттармен ешкімді таң қалдыра алмайсың. Необычный заттар сату керек. Сенің сол необычный заттарынан необычный ауруға отырмыз біздер. Қойы. Не қойы? Пирожки жеп отырсың, жүннәскенің дәмі шығады. Кішкене бөліп қойсаңыз. Қайта осы қаламқастың шайынсыз ба ғой? Менің көңілім жайланбай. Қаламқас көрдің бе? Ой, тегін рекламаны өлтіресіз сіздер. Шын айтамын. Қаламқастың необычный шайы. Күш қаламқас необычный шайы. Қайсына қояйын? 50 теңгелік пе, әлде 100 теңгелік пе? 50 теңгелік қояйын. Өзім сол 100 теңгелік қояйын. Маған 100 теңгелік қоя сал, кешке берем ғой. Жазып қоям, қазып қоям. Маған да сонда бар. Қойшей, өзіңізге жазыңыз. Ақыр төлейсің ғой? Ой, қойш, бәрі маған жазасыңдар жүрсің, әбетте де маған жазасың. Байып кетсем деймін да, қаламқас, саған бір шай завод салып бермесем, отырасың шай заводтың директоры болып, кожаный креслода, үстінде жазып қой, қаламқас шай ішсең көңілің жай. Всегда выбирай. Мен ол заводты егере алмаймын ғой. Маған бір шағын дүкен болса да жетіп қалар. Мое дело предложить, ваше дело отказать. Мен саған шай заводын салып беріп отырмын. Өзің магазинде тұрсың, проблема жоқ, жасап берем. Проблема дегенде енді бір проблема болып тұр ғой сол. Не проблема? Не проблема? Осы қазақтарға бірден айтсаң проблема деп шыға келеді екен. Шай заводын салып беріп отырмын, магазиніңді жүргізіп отырсың. Не жетпейді ау сіздерге? Проблема сода. Сізде ақша жоқ, сіз алып бере алмайсыз дегендей ғой сол. Ниетіңізге рахмет. Оданша калпон қалып өткенші. Бүгінге дым сауда жоқ. Кигізіп қоясыз, қыздай болады. Кімге кезде дейді, бойдақ қой. Кенжек сыпыртқысына кигізіп қоясыз, қалдыңызшы. Осы қаламқастың да сен өлтіресің бар ғой мен. Протезім тұтып қоярлады. Қалдыңызшы. Маған светлый газелем қояйын. Міне.
Ey бауырым, тоқташы дейді, бауырым. Бауырым 100 теңгең берші, 100 теңгені. Айтасың ба? Ендігін айтып жатырмын. Тұраққа кірдің ғой, дұрыс па? Иә, кірдім, бірақ қайтып шығып кеттім ғой. Кірдің ғой енді. Менді ашпашы ол. Менің еңбегім ғой, қанша 50 теңге тастап кетші енді. Сен сонда алға, артқа деп билеп тұрған үшін берем ба не конкретно? Тастап кетші 50 теңге. Сен өзі қоймен дегесің е? Берсейші еңбегі ғой. Не болды саған? Ұялмайсыңдар ма? Дақтардай қазақтың жігіттерсіңдер. Қазақтың жерінде тұрып алып бір-бірлерімен, а? Барыңдар жаққа төбелесіңдер. Мұзды шашасыңдар. Жалпысың 50 теңгеге? Жалпысың ба деймін саған? Бешера какой-то 50 теңге болады. Ай, балам, ашуыңды бас енді. Аттар сөйлешін, тәтте. Сен өзің бейшарасың, түсіндің ба? Астыңа мындай джип мініп алып, қалтаңда 50 теңгең жоқ, ұятсыз десе. Неге аласыңыздар? Өзім ақша естіп таушы едім ғой. Ойбай, сен шешен деп тұрған кезде сен шешіндіріп ала жазатын ғой. Әй, кете берсін, нең бар? Базарымызды жауып қойып, жұмыссыз қаламыз. Тиіспе кете берсін. Ой, жақпайды. Я саған жақпайды. Ертең өртеп жіберсек та, жұмыссыз отырасың. Қалам қасықпай. Менде проблема болып тұр еді. Кешке шейін 5000 теңге табу керек. Ана қызымнан ұят болды. Осымен 4-ші бешерден қалыпты. Жарайды енді. Бешерге тоймайды екен. Бешерге тоймауға не бар? Құдай жеткізер. Мынау менің бүгінгі тапқан 1500 теңгем. Осыны сен ала қой. Алмаймын, еңбегіңіз ғой өзіңіз. Ала қой, мен бір 2 шия шай сатсам да жетіп ал деймін. Болды өзім алға кеттім. Қаланғас. Енді мынау десіп тұрғанына жастарды жаман үйретесің ғой. Жарайды енді, Құдай жеткізер. Керек болып тұр екен, алсын. Құдай жеткізер, Құдай жеткізер. Сен не алмайсың ба? Таптардай қазақтың жігітсің. Аяқ қолың сап-сау тепсе темірзесің. Маған 500 теңгесін бере тұр, я? Сосын берем. Ай, мұны қараңдар. Не болып қалды? Кашелек қызам. Ерік емес па? Ана жаңағы баланканы 50 теңгеде жылап жүрген баланка бар ғой. Соныкі точно айтам. Балам! Тоқтата баламас. Асығыс шешім қабылдамасай. Ақылың бар әйелсің ғой, қаламдас. Мүмкін ішінде не барын көріп аламыз дегенде енді. Үйткі уақыт да, нағып жүрсен. Документі бар шығар. Шын қарап тұрды. Мам. Неде кімнің мамалары? Мамышкин. Ойбай. Судың да сұрауы бар дейді. Мына ақшаның точно сұрауы бар. Кімді? Алғас. Адам деген сөйтіп сұраушы ме еді қаламға? Соны айтам. Ақырын ғана кімдікі десей болды ғой. Жатқан жерінде жата берсін. Жатқан жерінде жата берсін. Бұйырып тұр ғой, бұйырып. Өй, мынау да бір. Амортизатор, подватизатор ма? Бә, жауып қой. Қаламқас, бұл деген бізге бұйырып тұрған бақ қой, бұйырып. Қайдағы бағи? Қазір іздеп келеді. Полициямен келеді. Нең бар? Жатап алып бере салайықшы. Пейіліңе қарай беріп тұр ғой, қаламқас өзі қиналып жүреді. Құдай берсе адалынан береді. Қалғанның бәрісін Құдай саған адалынан беріп тұр. Проблема сенің ауылыңда. Көрдіңіз бе? 50 теңгеге жалады, аяқ астынан шығынға ұшырады. Сауап. Ойлаған шығар енді. Қайтарып бере салайықшы. Әлі жатыр ей. Көрдің бе, әлі жатыр. Бұйырып тұр, бұйырып. Алып санап көрейін. Санап көрейін. Осы тірлігіміз дұрыс болмады. Именно осымыз дұрыс болып қаламыз. Бағанағылар енді дұрыс емес. Қанша екен? Айтсайшы. Мына жерде 500 мың теңге, 500 мың теңге. 500 мың қалай қастайды? 500 мың дейді қаламқас. Естідім, қайтарып бере салайықшы. Қайтқан болды, береке бар. Оны жеме. Балам, сен уайымдамай жүре бер. 20 теңгені өзім ақ берем айналайын. Не іздедің балам? Портмоне көрдім бе, портмоне? Не дейді? Портмоне дей ма? О портмоне жоғалтады. Ішінде не бар еді? Бір 200 мың теңге береді. Өтір айтады. Сен қайдан білесің? Білмеймін, балам, айналайын. Ақылда салсақ болады ма? Қас бар, портмоне көрмедік деп айтады. Жоқ, сен бар ғой. Сенің бойың қысқа, бұтың талтақ. Ассалаумағалейкум аға. Енді мынау базар болғаннан кейін өткен кеткенді көріп тұрамыз деген енді қиыншылық көріп жатқандар да бар. Енді біз ақылдаса келенді. Көкем айтады. Көке. Біз портмоне көрген жоқпыз балам, иә? Көрмедік.
Түсінбедіңдер ма? Оны ақылдыспен айтсамыңдар ма? Қалай ақылдаспаймыз? Біз бір коллективпіз ғой, коллектив. Мә, еліне сен ішіндегі ақша бастылық деді ғой. Солай, бастылық қандай адам екен? Көкек көрсеңіздер айтыңыздаршы. Айтамын. Сеншісін беремін. Бере қойдың. Жарайды, бір алып көрейін. Айналып кете бер, айналайын, келмей-ақ қой. Төртке бөл. Қалған маған бер. Қалған несі 4-ке бөлек, теңге бөлек. Пенсионерлерге қосып жатыр ғой. Айналайындар. Келіп тұрды ғой, неге бере салғандар? Менің аузымды жауып, адамдардың өзгеріп кететінін білгем. Бірақ мына дәл осы жанымдағы адамдарды өзгеріп кетеді деп ойламаппын. Сендердің мына харам ақшаларыңды алғанша, өзім 5 теңгеге болсын шай сатып, адал еңбекпен тапқаным жақсы. Бұл арам тірліктеріне мені араластырмаңдар. Тұрмаш алдыңдар. Шай аламыз, шай. Ақылда ел екенсің, данышпан екенсің, көреген жан екенсің, қаламқас. Ішке өз. Мирам $100 тұрады ғой. Кім? Кошелек деймін. Кошелек. Албайлар бір жерге барып шашлық жеп, чай ішіп қайтып бардық па? Уақытым жоқ. Қызымды ресторанға апаруым керек. Ой, кетшей. Мен айттым ғой, байымыз сол. Міне, аяқ астынан байды. Ужас! Мына қараңдар. Біреу маған сыпыр қысындырып кетті. Мендей миллионер байға біреу сыпыр қысындырып кетті. Ужас! Табу керек деп айттым ғой, табу керек. Таппай жатырмыз, ханым, табамыз. Мен сені не үшін жұмысқа алдым, а? Осылай басыңды салбырлатып, таппадым ханым деп айту үшін ба? Енді оны алдында айттым ғой сізге. Бір көмекші алайықшы деп, надоел шаршап кеттім. Сен не істейсің сонда? Мен сіздің көмекшіңіз боламын, ол менің көмекшім болады. Табасың. Жердің астына кірсең де шықсаң да табасың. Атын білесің өзің? Білемін. Мұратова Қаламқас Шарипқызы деген. Жаңағы ұйқыдан тұрсаң да, жатсаң да соны табасың. Соны таппай, саған да маған да ұйқы жоқ, түсіндің ғой? Түсіндім. Қазір мынау келдік қой. Базардың басшыларынан рет-ретімен сұрастырып шығайық. Жүр. Ойбай, құрыдық. Қазір Қаламқас құтсап жүрсен естеміз. Құрыдық. Ананас бақладан мұздай су бар, мұздай су бар. Құрыдық. Не болды? Ақылдарың кірді ме? Ақыл деген кіріп шығып жатыр ғой. Енді не болды? Жаңағы бала бастығымен келіп, бастығы өте жаман адам екен. Қасы қиылып қалған, көзінде ашкиі бар. Сені іздеп жүр аналар. Мен алған жоқпын. Сендер ғой алған. Олар бізді алды деп тұрған жоқ, олар сені алды деп тұр ғой, сені. Олар жауыздар, ертең аналар сені ұстау қинайды. Сол кезде мына үшеуін танисың ба деген сен. Жоқ. Енді не істеймін? Қайтты менен. Барған жерінде тастай бар, судай сіңесін қалқан. Бұлай қылшы, ана базардың әр есігіне бір-бір күзетшіден қойып қой. Кіріп шыққандардың барлығынан сұрасын. Мұратова Қаламқас Шарипқызын танисыңдар ма деп. Ассалаумағалейкум құдалар. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз бе? Құда емеспіз біз. Құтты болсын. Той болып жатыр-ау? Келін түсті ғой. Бетін жауып алған ба? Жас келі ғой, жас келі. Базарда не қып жүр деген ғой? Жұмыстағы адамдар болғасын, жұмысқа шыға берсін дегенбізді. Енді бет ашылғаннан кейін шықпады ма жұмысқа? Үйде отырмай ма? Ой, мына заман үйде отыратын заман ба? Қазір жұмыс дейтін заман емес пе? Соны айтамын. Үйде отырып, өз бетін ашып алса, ел жұрт сөз қылмай ма? Мына елін қараңдар, ужас, өз бетін ашып алып демей ма? Жарайды, жақсы, біз ана Қаламқас деген апайды іздеп жүреді, тауып бере аласыздар ма? Қандай Қаламқас? Жылап тұрған жоқ па өзің? Әке шешесін сағынғансың жылап тұрған жоқ па? Қаламқас деген апай осы жерде жұмыс істейді деп еді. Білмеймін, ақылдасып алсақ бола ма? Қаламқас көрмеді, сіз бар ба? Жоқ, сен бар ба? Сенің бойың қысқа, сөзің өткір, бұтың қалта. Ассалаумағалейкум ағайын. Енді мынау қазақ болғаннан кейін біреулер іздейді, біреулер табады, біреулер таппайды дегенде енді. Көкем айтады, көкем. Сендер көрдіңдер ма, көрмедіңдер ма? Соны айтыңдаршы.
Көріп барып, көрмей қалу, иә, көрмей қалу. Біз жай көмектесейік дедік қой. Ханым ана палпатсен апай деп көрген білген адамдарға ашылыс қылып бар деп айтайық. Иә, басынан неге солай айтпайсыз? Бір мен тағы да ақылдасып алсақ болады ма? Не дегенді Қазбап, қанша ақша беретінін. иә білемін, сіз бар. Жоқ, сен бар шығар. Сенің бойың қысқа, ботың қалтақ, сөзі біткір, айта бара ғой. Тағы да мен ғой алқалаған әлемет. Енді мынау біз сырласып, ақылдасып дей тұрған мен енді көкем айтып, көкем. Тауып келе алмайсыздар ма? Бірдеме бүлдірген болса, Кешірсамыз? кешірсам. Бүлдірді дейтіндей, еш нәрсе бүлдірген де жоқ. Не болып қалды да? Ханым айтыңызшы. Айтайын енді. Көріп біліп жатсаңдар. Осыдан 12 жыл бұрын үлкен оқиға болды. Ең алғаш тұрмыс құрған кезім. Ерлі зайыптылар үшін ең тәтті сезім сәби емес пе? Сәбиіміз дүниеге келді. Бірақ үлкен бір сынағымен келді. Қызымыз аурушаң болып туылды. Енді не істеймін? Жығылғанға жұдырық болып, күйеуім де жол апатынан қаза тапты. Енді не істеймін? Сол қызымның емі деп бармаған жерім, баспаған тауым қалмады. 6 рет ота жасалды. Сенесіз бе? Бірақ бірде біреуінің нәтижесі жоқ. Дәрігерлер қызыма тағы бір ота жасалатынын жеткізді. Осы отадан кейін сіздің қызыңыз аяғынан тұрып кетуі мүмкін. Бірақ бұл ота шетелде жасалады дер. Ал менің ол кезде бір тиын қиналған кезі еске түседі. Сол басым салбырлап мешітке бардым. Имандарымызға Алла разы болсын. Лезде жамағатты жинады да мына қарындасымыздың кішкентай аурушаң болып туылды. Аяғынан тұруына себепші болайық деп аз-маз ақша жинап берді. Аз ақша не болады? Қызымның аты-жөнін қағазға жаздым да көмектесіңіздерші деп іліп қойдым. Сөйтіп қиын өте берді. Сөйтіп жүргенде менің қызымның шотына 500 мың ақша түсті. Жаңағы жамағаттың жинаған ақшасымен, шоттағы ақшамен ешқандай қаражатты талап етпей, менің қызымның еміне жетті. Аллаға шүкір, қызымның отасы сәтті шықты. Бірақ әлі есімнен кетпейді. Бұл қандай мән, қандай жомарт жан. Шотты ашып қарасам, Мұратова Қалыпқазы Шәрипқызы деген кісінің аты тұр екен. Келміз бет ашып кетті. Кешіріңіз, қызыңыздың есімі Аружан емес пе? Иә, сіз оны қайдан білдіңіз? Алла тағала менің де басыма дәл сіздікіндей сынақ жіберген. Менің кішкентай ұлым мына сіздің Аружаныңыз ауырған, дертке шалдыққан. Дәрігерлер тез арада ота жасату үшін қомақты қаражат керек деп айтты. Ал мен болсам, ол ақшаны қайдан табайын? Жұмысымның түрі мынау, ал үйімнің түрі анау. Әйтеуір, сап жүгіріп, ақша іздей бастадым. Жұмыс жасап жүгіріп жүрдім. Ал уақыт болса, қылыш құсап кесіліп кетіп жатыр. Бар жиғанымды алып, больницаға жетіп барсам, дәрігерлер, кешіріңіз, біз қолдан келгенді жасадық,
Бірақ сіздің ұлыңыздың жүрегі бұл отаны көтере алмайды деп шығарып жіберді. Бұл sıнақты көтере алмай, жол басында бізді тастап кетті. Өмірінің соңғы күндері қалды дегеннен кейін, сол соңғы күндерін мына менің алақанымда өткісі екен деп, балапанын құшақтап жылай бердім. Ешкімді көрмеймін, ешкімді естімеймін. Айналам құлды бір өлі әлемге айналған секілді. Кенеттен азанның дыбысын құлағым шалып қалды. Неге екенін білмеймін. Тек осы дыбысқа ғана мән бердім. Бір қызығы баламның ыңырсыған дауысына қойып қалды. Баламды көтеріп алып, мешітке кірдім де Алладан сұрай бердім. Сөйтіп отырғандар қасына қарайды. Мешіттен шыға келе жатсам, Аружан деген қызға көмек сұраймыз деген парақты көзім шалып қалды. Менің балама тек-текке пайдасы тимеді ғой. Тым болмағанда бір сәби жазылып кетсе екен, бір сәби аяғына тұрып кетсе екен деп, Фатиға тергенін шотына салып жібердім. Жарасыздықтан қолым әбден байланды. Мен не істерімді білмедім. Баламның басынан сипап отырсам, балам, анашым, тамақ дейді. Ойланышы, хапталап нәтатпаған балам тамақ сұрайды. Құдайдың құдіреті, тамақ берсем жейді. Сөйтіп, өзіне келе бастады. Әлдене бастады. Кезекті тексеріске больницаға барсақ, дәрігерлер аңда. Сіздің балаңызда ауру тұрмақ, аурудың ізі қалмаған. Сіз не істедіңіз? Бұлай болуы мүмкін емес дейді. Ал мен болсам, Құдай қаласа бәрі мүмкін. Алла қаласа жоқты бар қылады, барды жоқ қылады деп жылай бердім. Кешіріңіз, бірақ бұл қайғының көз жасы емес, қуаныштың көз жасы, шүкіршіліктің көз жасы. Аллаға шүкір, қазір сол бала мені таң намазына оятады, денсаулығы да жақсарып келеді. Бірақ менің бір уайымдайтыным, сол Аружан деген қыздың өмірі не болды екен? Титтей де болса бір пайдам тиді ме екен деп алаңдаушы едім. Құдайдың құдіреті шексіз ғой. Мына сізді менің алдыма алып келіп тұрғаны. Алла разы болсын сізге қалқасқан. Әуелі Алла ғой. Бірақ сіз себепші болдыңыз. Аллаға шүкір. Менің Аружаным қазір 12-де. 6-шы сыныпта оқиды. Тіпті қатарының алды деп те айтуға болады. Аллаға мыңда бір шүкір. Аллаға шүкір. Балалар ауырмасын. Ешбір ата-ананы баламен сынамасын. Аллаға шүкір. Қаламқас ғана. Алла адамға көтере алатын ғана сынақ береді. Бір адам себепші дейді. Сіз себепші болдыңыз. Міне, қанша жыл өтті. Сізді әйтеуір бір көрсем, бір алғысымды білдірсем деп жүреді. Кішкентай бүлдіршінім Аружан сұрайды. Әйтеуір дегенде, сізді көргенде бір алғысымды білдірейін дегенмен аз болып қалуы мүмкін. Алыңыз. Жоқ, қаламаймын мен, қаламаймын. Жоқ, алыңыз Қаламқас ханым. Кішкентай бүлдіршінім Аружанымның атынан сіздің ұлыңызға қаланың ортасынан 2 бөлмелі пәтер. Жоқ, қаламаймын мен, қаламаймын. Алаласын, Қаламқас алаласын. Қолым жаса көз береді айналайын. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Міне, өзің айтып жедің ғой, Қаламқас, Құдай жеткізеді. Міне, жеткізді. Билегім келіп тұрғаны. Мынау біздің коллективтің атынан көрінді. Кухняға бірден алады. Рахмет сендерге.
Мен бергім келіп тұрғаны қалған 1000 теңге ғой. Мен соның ішінен жарайды. Сіз бір байығанда бересіз ғой. Бір минут. Ақылдасып олсақ болады ма? Берейік давай. Маған да ісіміз дұрыс болмады. Сіз апарып беріңіз. Жоқ, сен де апарып бер. Мен берсем олар мен ұрлатып. Айналайын, апара ғой. Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақ енді өзі ежелден келе жатқан керемет халық емес бізде. Қазақ айтады, өмір бар жерде өлім бар дегенде енді. Ой, енді қобалжып өмір деген соң, осы өмірге лайық семья құрып жатыр. Не айтып кеттің? Ойбай, көкем айтады. Біз енді осы жерде 10 жылдан астам уақыт болды бірге жұмыс істеп келе жатырмыз, Қазақта бір жақсы сөз бар ғой. Нағашы жұрт, өз жұртың, қайын жұрт деген 3 жұрт бар. Қазіргі кезде соның 4-шісі қосылған дейді. Коллектив жұрт. Көп уақыттың осылармен өткен соң, олар да өз жұртыңа айналып кетеді. Сондықтан біз енді қалалыққа жиналып, сенің сондай кішіпейіл жан екеніңді білеміз. Сен де қызым сондай секілдісің. Енді біз осы сәтті пайдаланып отырып, саған береріміз бар айналайын. Салтанатты түрде табыстау. Баба. Ұрланған кәшелеп. Иә, мына кәшелекті сіздердің жұмысыңыз. Осы жерде қолды болдым. Бірақ бізден алайын деген ойымызда болмады, иә? Алай деген ойда болады. Нет, не деп кеттің? Осыны берейік деп жүргенде сабыр болып кетті емес пе? Мынау сіздікі. Қараңыздар, тура осы кісінің алдына барып түскен. Қазақта сөз бар емес пе? Қазақ осындай өтіріп айтады ғой, Бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дей ма? Жете алмай өтіп қой сол ғой. Қаламқас ханым, мына миянның ішінде 500 мың ақша бар. Кезінде менің қызыма салған ақшаңыз. Өзіңізге қайтар, алыңыз. Бұл сізге бұйырған ақша. Алыңыз, Қаламқас ханым. Жоқ, ала алмаймын мен, ала алмаймын. Мен бұны қайтарып алу мақсатында білген жоқпын, ала алмаймыз. Ала аласың, Қаламқас. Толың состан өзі береді. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Бұйырған кетпейді, жүрген жетпейді деуші де. Бекер беріп қоя. Сіз кешіріңіз, сіз рұқсат етсеңіз, мен мына ақшаны мына жолдастарыма теңдей бөліп берсем, олар да қиналып жүреді. Міне, алыңдар. Не надо, жоқ, не надо. Ты так не перебарщивай, Қаламқас, не надо. Алыңдар. Жоқ, не надо. Жүрегіңізден айналдым, Қаламқас ханым. Бұл ақша сізге бұйырды. Өзіңіз білесіз. Алыңдар. Игіліктеріне жұмсаңдар. ақылдасып алайық. Ой, ақылдаспай қала берейік. Алыңдар, игіліктеріне жұмсаңдар. Міндетті түрде игілігімізге жұмсаймыз айналайын, иә? Игілігімізге. Іліп тұрып жұмсаймыз айналайын. Мен ала салайын, иә? Иә, аламыз. Міне, кәшелігімді де тауып бердік. Сұйық па? Соның өзінде шүкір де айналайын, иә? Бір минут, қайтадан ақылдасып алсақ болады ма? Шай ішесіз бе? Жоқ. Қаламқасты көрдіңіз бе? Садақа берген ой, садақа. Ақша деген екі еселеніп қайтады. Садақа берейік. Садақа берейік. Сіз апарып беріңіз бұл жолы. Жоқ. Сен апарып бер. Сенің бойың қысқа, бұтың талта. Ой, білем. Ассалаумағалейкум ағайын. Енді мынау біз қаншама жылдан бері коллектив болып келе жатырмыз деген. Сол жылдар жинап келе жатқан ақшамыз бар еді. Соны Қаламқас саған берсек, сен біздің атымызда мұқтаж жандарға өткізерсің. Мынаның бәрін бе? Қабыл болсын. Рахмет айналайын, рахмет. Елім үшін, жерім үшін, отан үшін жан пида. Отан үшін алға. Адам десең атыңдар. Ой, мынау енді ақыл еді. Ниеттерің қабыл болсын, рахмет. Ниеткен мейірімді жандарсыңдар. Ақылдасып аламыз ба? Содай. Мен бармай өмірімде бірінші рет берген кезінде қуанып тұрмайды. Адамдар алған кездерінде қуанады ма десең, адамдар берген кездерінде де қуанады екен, ау? Негізінде садақа бәле жаланы қайтарады деуші еді.
Алланың хикметі ғой, хикметі. Ал енді мынау бір коллектив, бір жұрт деп жатсыздар. Сіздермен жүріп бізде бір коллектив болып қалдық дегендей, біздің үйге барып ет жеп, шай ішіп, жақынырақ танысып қайтпадық па? Знаете, сколько вместе работаем? Коллектив дейміз бар ма әйтеуір? Иә. Мынау енді саған айналайын. Әй, не бұны не істеп отырып алып шығасың? Ой, алып есебе қанша дегенмен дейінді жоғарғы ғой сол оқушыларменен театр көрінісімізді қойушы едік. Бүгін міне 8-9 сыныптан алған қабылда болған балалар енді кемістігі болса өздеріңіз кешіріп толтыра жатарсыздар. Өздеріңіздің көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Рахмет.